саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін красный бархат дейді, қызыл бархат деген тортты пісіретін боламыз. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Бізге алдымен осындай краситель, жұмыртқа, сұйық май, шекер, сүт, лимонмен екеуін квашивать етеміз, сахарный пудра, маскарпоне, сливки, вип-пак дегенді алдым. Бордовый цвет қылғың келсе какао қосасыз, разрыхлитель, сода, миска, миксер, үлкен қасық, кішкентай қасық, пышақ, венчик, пергамент қағазы, осындай дүниелер керек болады. Алдымен жұмыртқамыз бен шекерімізді дұрыстап ерігенше миксермен көтеріп аламыз. Одан кейін үстіне сүтіміз бен лимонымызды ашытып, соны барып құйып, осындай араластырып алсаңыз да болады, миксермен істесеңіз де болады. Осы кезде қызыл красканы құюды ұмытпаңыздар. Мен артынан құйдым, сонда да жақсы шықты. Кейін сұйық майымызды құямыз. Керек мөлшерлемелерінің бәрін описание бөлімінде қалдырып кетемін. Сол жерден қарасаңыз болады. Венчикпен істесеңіз де болады. Әбден шекерін бастысы езіп алсаңыз болды. Одан кейін құрғақ массамызды дайындаймыз. Құрғақ массамызға ұнымыз, разрыхлителіміз, содымыз, бархатный қылсаңыз какао, нарттай қызыл қылатын болсаңыз, ұнтақ қызыл негіз болса сонда салыңыз. Осылай араластырып аласыз барлығын. Құрғақ массамыз дайын болғаннан кейін 3 кезекте миксермен салсаңыз да болады. 3 кезекте бөліп миксерлесеңіз де болады. Венчиктің көмегімен істесеңіз де болады. Скребоктың көмегімен немесе венчиктің көмегімен істесеңіз де болады араластыру кезінде. Осылай сұйық массамызға енді біз қою массаларымызды саламыз. Мен бірден сала да беремін. Главное, сүзгіштен өткізсеңіз болды. Мен красителімді салуды ұмытып кетіппін, сондықтан сметанообразный массамды дайындап жатқан кезде құйдым. Осылай құясыздар міне. Осыдан кейін араластырсаңыздар да болады. Енді жидкий краситель пищевой, сіздер өздеріңіз білесіздер. Құрғағын пайдалансаңыздар да болады. Оны құрғақ ұн, какао, жұмыртқа, разрыхлитель, қамыр қопсытқыш істегенде осылай табамызға керек массамызды құйып аламыз. Мөлшерлемелерінің бәрін құйып қойдым. Бастысы пакнардың или фрекенбоктың осындай несін пайдалансаңыз болады. 11 кезекке шейін істейді, бірақ мен өз практикамда 7 кезекке шейін ғана істедім, пайдаландым пергамент қағазды. Пешімізге пісіп бола бергенге шейін біз немізді дайындаймыз, кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге маскарпонның 250 граммы, 100 грамм мен 150 граммның арасында сахарный пудра керек. Одан кейін үстіне сливкемізді қосамыз 500 грамм. Барлығы осыған емінен жетеді. Алдымен маскарпонеміз бен сахарный пудрамызды әбден араластырып аламыз. 2 масса болғанша. Одан кейін 500 грамм сливкемізді
Красный бархатымызды әрлеу үшін, безендіру үшін мен осындай 8 бұрышты насадканы пайдаландым. Одноразовый пищевой пленкамен 8 бұрышты орналастыру пайдаландым. Осы кондитерский мешокқа немді салып, осылай оформлять еттім. Ендігі кезекте біз әрбір қатардан 7-7-ден пирогымызды 3 бұрыштылап шығарып аласыз. До конца 3 бұрыштыласаңыз да болады, мен сияқты немесе жартылай 3 бұрыштыласаңыз да болады. Керек формамызды кесіп аламыз. Керек формамызды кесіп алғаннан кейін оны креміміздің көмегімен осылай әсемдейміз. Ал тортымыз дәмді болсын, шай ішіп, отбасыңызды қуантыңыздар. Заказға жасасаңыздар да болады. Торт түрінен гөрі пирог, осындай пирожный түрінде жасасаңыздар пайда көп алады. Өзімнің лайфхак. Каналым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Комментарий жазыңыздар, сіздердің лайктарыңыз бен комментарийларыңыз мен үшін маңызды.
Жегінен қалған ұнтақтармен осылай әсемдесеңіз де болады. Басқа да шоколадтарыңыз бола ма, басқа дүниелеріңіз болар ма, олармен де әсемдесеңіздер болады. Өз фантазияңызға қарай әсемдеңіздер. Ас болсын, шайларыңыз дәмді болсын.